Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәріс тақырыбы білім контенттерін құрастырудағы ұстанымдар. Қытайдан алығы, маған айтсаң, мен ұмытып қаламын, маған көрсетсең, мен есіме сақтаймын, өзіме әрекет жасауға мүмкіндік берсең, мен үйренемін деген сөзбен дәрісімізді бастағалы отырмыз. Дәріс мақсаты білім контенттерін құрастыру жолдарын үйрену, тиімділігін зерделеу. Күтілетін нәтиже білім контенттерін құра білу, тиімді әдістерін үйрену, тиімділігін пайдалана білу, өмір бойы білім алу қағидасын жүзеге асыру. Неліктен білім беру жүйесінде білім контенттерін құру қажет болды? Білім беруді ақпараттандыруды дамыту жағдайында Smart Education енгізгенде әрбір пән мұғалімнің өзіндік сандық білім қоры болу қажет. Осыған байланысты білім контенттерін құру кезінде педагогтардың ақпаратты коммуникация технология бойынша біліктілігі жоғары деңгейде болу керек. Смарт оқытуға тоқталатын болсақ, смарт оқытудың негізгі сипаты: оқытудың жаңа түрі, смарт құрылғыларды пайдаланып оқыту, әлеуметтік желілер арқылы білім алмасу, жеке тұлғаның ерекшеліктеріне бейімделген оқыту қызметі. Олай болса, смарт оқыту ақпаратты коммуникация технология көмегімен уақытқа, кеңістікке шектелмей, ыңғайлы білім алу мүмкіндігі. Смарт оқытудың тұжырымдамасы жеке-жеке тоқталатын болсақ, S өзін-өзі оқытуға бағдарланған, M белсенді танымдық іс-әрекетті негіздейді, A білім беру субъектісіне бейімделген, R білім беру ресурстарына еркін қолжетімділігі бар, T технологиялармен қамтамасыз етіледі. Смарт оқытудың ең маңыздысы контент. Ағылшынша контент мазмұн, ақпараттық ресурс пен веб-сайтты кез келген маңызды ақпаратпен немесе мазмұнмен толықтыру. Контент деп мәтінді, мультимедианы, графиканы айтады. Контент мазмұн, контент табар. Контентті әзірлеуші кәсіпорын мегастати деп аталады. Контенттерді әзірлеушілер екіге бөлінеді: мазмұнды әзірлеушілер, технологияны әзірлеушілер. Бұның ішінде ең маңызды мазмұнды басымдықтар. Сандық білім контенті дегеніміз не? Сандық білім контенті заманауи білім берудің мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыруға бағытталған графикалық, мәтіндік, сандық, музыкалық, бейнебаян, тағы басқа мазмұндағы ақпарат көзі. Оқу контенті оқыту мазмұнын қамтамасыз ететін ақпараттық толықтыру, қолданбалы бағдарламалық өнімдер, сандық білім ресурстар. Оқу контенті сабақтардың өткізу немесе оқушылардың өзіндік жұмысымен әлденеше пайдаланатын бола алады. Ол үшін дайындалатын немесе жүктелетін файл оқушыға түсінікті және оның мазмұны айқын бейнелейтін болуы тиіс. Оқу контентін тек қана мұғалім дайындай алады. Ал оқушы мұғалім дайындаған ресурстармен тек қана жұмыс жасай алады, тапсырмаларды орындай алады, мұғалімге жауаптарды жөнелте алады. Контент түрлері. Жалпы контенттердің құрамына сандық білім ресурстарына байланысты 3 топқа бөлуге болады. Қарапайым мазмұнды контенттер, фото жинақтар, дыбыс жазбалары және тағы басқа. Орташа мазмұнды контенттерге мультимедиалық дыбысталған таныстырылымдар, видео лекциялар және тағы басқалар. Күрделі мазмұнды контенттерге видео ойындар жатады. Контентті әзірлеушінің негізгі кезеңдері: контенттің жоба жоспарын жасақтау, мақсаты, мазмұны. Контенттің сценарийін жасақтау, story for art. Қарапайым видео мен мазмұнын жасақтау 15 минут уақыттың ішінде. Осындай контенттердің ішіндегі бейне дәрісті алатын болсақ, бейне дәріс қандай критерийлер негізінде дайындаған жөн? Бейне дәрісті дайындаған кезде ескерілетін критерийлер. Бірінші, уақыт өлшемі. Бейне дәріс уақыты 10-15 минуттан аспаған тиімді. Бейне дәріс мазмұны жаңа материалды таныстыру, оқыту, оқу материалын меңгеруге бағыттылығы, тәжірибелік материалдар, пікірталас, бақылау, сынақ, аудиторияның дизайнның сыртқы келбеті. Дәріскердің киім кию үлгісі. Смартфон, планшет немесе әртүрлі сандық құрылғылардың көмегімен оқу үйренерде бейне дәрістің дыбыс сапасына және анық бейнеленуіне мән берілуі қажет. Дәріскердің сөйлеу мәнері, дауыстың қойылуы, анық дауыс ырғағы, ауызекі сөйлеу мәдениетін сақтау, орфография нормасы, сөздердің қайталануы, паразит сөздердің қолданылмауы және тағы басқа ескерген жөн. Бүгінгі дәрісіміздің соңында бақылау сұрақтары арқылы қорытындылағымыз келіп отыр. Контент құрастыру қандай пікір қалыптасты? Контентті қандай бағдарламаларға құруға болады?
Контент бүгінгі білім беру саласына құру қажет пе? Неліктен? Өзіңіздің контентіңізді құруға дайынсыз ба? Контент туралы біліктілігіңізді арттырғыңыз келе ме? Осы сұрақтарды электрондық поштаға жолдауларыңыз сұралады. Оқушылардың көпшілігі естігеннің 5%, көргеннің 20%-ын есте сақтайды. Аудио және видео ақпаратты бір мезгілде қолдану есте сақтауды 40-50%-ға дейін арттырады екен. Олай болса, бейнедәрісті пайдаланудың маңызы зор деп бүгінгі дәрісімізді аяқтағымыз келіп отыр. Назарларыңызға рахмет.